Токиода жалауын желбіреткен 32-ші жазғы Олимпиада ойындары аяқталып, тарих қойнауына енді. Ел қоржынына бұл байрақты бәсекеде 8 қола жүлде түсті. Күншығыс елінде бағжанған спортшыларымызды елге оралған кезде теледидар арқылы жанкүйер болған жерлестері ыстық ықыласпен күтіп алып, қошемет, құрмет көрсетіп, арнайы сый-сияпаттар табысталды. Ел қоржынына алғашқы жүлдені салған Елдос Сметов Токио төрінде қола жүлдеге ие болып, қатарынан 2 рет 4 жылдықтың басты додасында үздіктер қатарынан көрінді. Спортшыны жанкүйерлері мен туған туыстары Алматы әуежайынан зор құрметпен күтіп алды. Елдосты әртүрлі жарыстарда қолдап жүретін жанкүйерлері әуежайға өзімен бірге арнайы сыйлығында ала келіп, барлық жиналған жұртшылық алдында сол жаңа автокөліктің кілтін сыйға тартты. Өзім еліме, жеріме, ата-аналарымды, бауырларымды, халқымды көргенде қуаныштымын. Бұл біздің енді көптен күткен үлкен дода. 5 жыл күттік. Өздеріңіз білетін пандемия біраз қиыншылықтар алып келді, біраз ауыртпашылықтарын тигізді, өзінің кері әсерін тигізбей қоймады. Сондықтан да біраз қиыншылықтар болды, бірақ біз 100% өзімді дайын сезіндім. 100% өзімді көрсеттім деп те айта аламын. Бірақ бұйырмады енді. Бұйырмаса да мен үшін халқым менің 3-ші орынды алтын ретінде қабылдап жатыр. Маған соның өзі жеткілікті. Бокстан Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Сәкен Бибосыновты жерлестері Түркістан қаласындағы халықаралық әуежайдан күтіп алды. Токио төрінде өткен додада әлемнің ең үздік боксшыларымен жұдырықтасып, қазақ елінің мерейін асырған жерлесімізді облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев, Түркістан жастары, спортшының әріптестері, туған туыстары мен достары қарсы алды. Қазақстанның абыройын асқақтатқан боксшыға Түркістан облысының кәсіпкерлері темір тұлпар мінгізді. Барлықтарыңызға қолдау көрсетіп, маған жанкүйер болғандарыңызға алғысым шексіз. Мені қолдап жатқан облыс әкімі Өмірзақ Естайұлына алғысым шексіз. Және де Сайрам ауданының маған тұлпар сыйлап отыр. Оларға көп-көп рахметімді айтам. Негізгі Олимпиада баратқан мақсатын қазақтың көк туын көкке көтеріп, қазақтың әнұранын шырқатып, Қазақстанға алтын медальмен оралам деген мақсатпен барғам. Енді кішкене өкініш болды. Әттең ол мақсатқа жете алмадым. Бірақ бұл мен үшін үлкен бір жетістік. Үлкен спорттағы бір жеңісімнің бір баспалдағы деп білем. Алла қаласа, алда үлкен жеңістер бар. Елімді үмітін ақтап, Алла қаласа келесі Олимпиадада алтынмен қуантам деген мақсатым бар. Мына өткен Олимпиадада Түркістаннан ең көп олимпиадашылар болды, басқа облыстарға қарағанда. Алматы мен Астанаға. Соның ішінде ең үздік, ең табысты болған біздің құрметті біздің Сәкен Бибосынов бауырымыз. Өздеріңіз көрдіңіз, барлық бойларымыз көрдік, қарап отырдық мына жерден. Былайша айтқанда, қазақшалап айтқанда, жаңағы жанкүйер болдық. Сонда мынау қола медаль, кейде алдыңға бергісіз қола медальдар болады. Сондай қола медаль болды. Барлық эксперттер, барлық спортшылар, бокстан шамалы нәрсе түсінетін адамдардың бәрі айтып отыр. Сәкен чемпион болуға лайық еттер. Бірақ осында міне қола медальдың өзі бізге үлкен мәртебе. Карате 32-ші жазғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына алғаш рет енді. Ол спорт түрінен еліміздің карате шеберлері жүлдеден шет қалған жоқ. Дархан Асаділов пен София Бирульцева ел қоржынына 2 қола жүлдені салып, барша қазақ жанкүйерлерін қуантты. Шымкент қаласының халықаралық әуежайында жүлдегерлерді жерлестері зор қошеметпен күтіп алды. Мынау каратеге келетін болсақ, бұл бірінші рет Олимпиадаға еніп отқан спорт. Соның ішінде біздің Шымкенттен 3 спортсмен қатысты, оның 2-і қола медальмен келді. Оның ішінде бұл Қазақстанда осы каратенің жақсы дамып жатқан, оның ішінде Шымкентте жақсы дамып жатқан көрсеткіші. Кеше елбасымыз президент Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің бағасын берді. Олимпиадаға келесі Париждегі Олимпиадаға жақсылап дайындалуымыз керек екені туралы айтты. Оған жететін жолдың бірі, ол мынау жасөспірімдер, балалар спортын даму керек деп тапсырма берді. Осы жөнінде жұмыс істейміз. Қала әкімі сайыпқыран спортшыларға демеуші азаматтардың атынан темір тұлпардың кілтін табыс етті. Қарсыластардың бәрі осал емес. Ел үшін, жер үшін, ту үшін бәріміз салдық. Бұйырған осы екен. Осы елге келгенше кішкене өкініш болған еді. Енді халықты қуанышын көріп, кішкене әке-шешемнің көңілін көріп, кішкене өзімізге келдік. Барлығына рахмет.
алғысымыз шексіз, Алла разы болсын. Қазақ елінің сенімін ақтап, жүлдемен оралу басты мақсатым болды. Әртүрлі жарыстарда спортшының мақсаты жеңіс тұғырынан көріну. Бұл жолы маған қола бұйырды. Осыған да қуаныштымын. Еркін күрестен Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Нұрислам Санаевты де жерлестері, жанкүйерлері ыстық ықыласпен қарсы алды. Ақтөбе облысының басшысы Оңдасын Оразалин 2 бөлмелі пәтер кілтін табыстаса, демеушілері темір тұлпар мінгізді. Токио ойындарынан елімізде, қазақ елімізде аман есен қайтып келдік. Жанкүйер болған бүкіл қазақ еліңе үлкен рахмет. Бұйырса, Құдай қаласа 24-ші жылда Париж Олимпиадасы болады. Осында жақсылап дайындалып, көп туымызды қазақ елімізді жоғарыға көтеріп, жақсы результат болады деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Нұр-Сұлтан қаласында ауыр атлетикадан Токиодағы 32-ші жазғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегерлерін салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Игорь Сон мен Зульфия Чиншанло су жаңа автокөліктерінің кілтін алды. Ал жеке жаттықтырушылары Қазақстанның ауыр атлетика федерациясының президенті Жанат Түсіпбековтен ақшалай сыйақымен марапатталды. Для спортсменов, тренеров Олимпиада ойындарына қатысу әр спортшы мен жаттықтырушының мақсаты. Ал Олимпиада медалі аңсаған арман. Спорттық жетістіктердің шыңы. Сіздердің жетістіктеріңіз Қазақстан халқын баршамызды қуантты. Бұл жетістіктеріңіз мыңдаған балаларды мақсатқа жетуге және жеңімпаз болуға шабыттандырды. Токио Олимпиадасында қола жүлдеге ие болған боксшымыз Қамшыбек Қоңқабаевқа қызылордалық жерлестері жаңа көліктің кілтін табыс етті. Қамшыбектің алдағы жоспары дүбірлі додаларға дайындалып, тіпті болашақта кәсіпқой бокстың да шыңына шықсам дейді. Президентіміздің қолынан туалып кеткеннен кейін әрине Ермахан Ибраим ағамыз сияқты сол туда алтынмен алып келгім келді. Бұйырмады. Әрине жарысада өздеріңіз көрдіңіздер қандай алтындай жігіттеріміз жас шегінен шығып қалды. Ол да бізге оңай тиген жоқ әрине. Ешкім ұтыламын деп бармайды. Жігіттер барлығын салды, мен тағы да айтқым келіп тұр. Осындай жігіттер ұтылып, осындай ойларына жете алмай жатқан кезде қолдау көрсетіп отқандарға алғыс айтқым келеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев Токиода өткен 32-ші жазғы Олимпиаданың жүлдегерлері мен олардың бапкерлерін қабылдап, мемлекеттік награда мен қаржылай сертификаттарды табыстады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Елдос Сметов 3-ші дәрежелі барыс орденімен, Зульфия Чиншанло 2-ші дәрежелі достық орденімен, Қамшыбек Қоңқабаев, Сәкен Бибосынов, Игорь Сон, София Бирольцева, Дархан Асаділов, Нұрислам Санаев құрмет орденімен марапатталды. Салтанатты іс-шараға барлық жүлдегерлер мен олардың жеке бапкері, президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев, премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова қатысты. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы Олимпиаданың қола жүлдегерлеріне 31 миллион теңге, ал жеке бапкерлеріне 25 миллион теңгеден қаржылай сыйақы табыстады. Жиында мемлекеттік хатшы Токио Олимпиадасы еліміздегі спорт саласының шынайы бет-бейнесін анық көрсеткенін атап өтіп, спорт саласына шұғыл реформа қажет екенін айтты. Бірде-бір спортшымыздың алтын не күміс жүлдеге қол жеткізе алмауы елімізге сын болғанына тоқталды. Бүгінгі елдің бәрін енді не істеу керек деген сұрақ толғандыруда. Ең әуелі балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыруымен, спортпен айналысуын қамтамасыз етуіміз қажет. Өскелең ұрпақтың спортпен шұғылдануына жағдай жасамай, ірі жарыстарда жетістікке жетеміз деу әбестік. Сондықтан еліміздің барлық аймақтарындағы спорт мектептері мен үйірмелердің жағдайына терең талдау жасалып, оларды қолдаудың кешенді жоспары жасалуы тиіс. Ондағы жұмысты жүйелеп, құр есеппен бос көрсеткіш емес, нақты нәтижеге еңбектенген жөн. Салтанатты іс-шара соңында Қазақстан делегациясы спортшыларының атынан дзюдошы Елдос Сметов пен каратэші София Бирольцева сөз сөйлеп, пандемияға қарамастан тыңғылықты жаттығу жұмысын жүргізуге бар жағдайды жасаған үшін президентке алғыс айтты. Осы Олимпиада ойындарында жетістікке қол жеткізген спортшылар тарапынан біздің елбасымызға және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына ризашылығымызды білдіреміз, және біздің қасымызда жүрген бапкерлерімізге және біз үшін шынымен жанкүйер болған, шынымен қолдау көрсеткен барша қазақ еліне, барша қазақ халқына алғысымызды, рахметімізді, ризашылығымызды білдіреміз.
Биылғы Токио Олимпиадасында спортшыларымыз елімізде карате спорты қаншалықты деңгейде дамығанын айқын көрсетті. София Бирульцева мен Дархан Асаділовтің көрсеткен өнерінен, жеткен жетістігінен кейін сөзсіз жас буын каратебен айналысып, осы спорт түріне ерекше құлшыныс танытатыны сөзсіз. Енді қазіргі таңда көптеген балдар, көптеген кішкентайлар спортпен шұғылдануға тырысады, үйірмелерге барады, мектептерде де көптеген үйірмелер бар. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Енді бірақтан баланың өзін көңілі толмаса, үйдегі ата-ананың кішкене қолдауы керек. Сол үшін қолдау көрсетіңіздер балдарыңызға. Сізге кім қолдау көрсетті? Әрине мен отбасым, шешем үлкен қолдау көрсеткен. Әрқашанда бәрі де жақсы болады, әлі талай шыңдарды бағындырасың деп айтқан. Еркін күрестен 57 келі салмақта қола медаль алған Нұрислам Санаев бұл қаражатты түгелдей қайырымдылыққа жұмсайтынын жеткізді. 30 жастағы палуан ақшаны науқас балалардың еміне беріп, тұрмысы төмен отбасыларға көмектеспек. В детстве у меня была мечта. Бала кезінде егер мен Олимпиада чемпионы болсам, науқас балаларға, тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсетсем деген арманым бар еді. Бүгінде сол арманым орындалып, Олимпиада ойындарының жүлдегері атандым. Мен өзіме берілген 75 мың ақш долларын қайырымдылыққа жұмсағым келеді. Мүмкіндік болса, әлемдегі барлық жандарға көмектесетін едім. Нұрислам Санаевтың қайырымдысын боксшыларымыз Қамшыбек Қоңқабаев пен Сәкен Бибосынов, ауыр атлеттеріміз Зульфия Чиншанло мен Игорь Сон жалғастырып, қаржылай алған сыйақыларын қайырымдылыққа берді. Токио Олимпиадасында қазақ жанкүйерлері боксшыларымыздан алтын жүлде күтті. Тәуелсіз ел ретінде қатысқан осыған дейінгі Олимпиада ойындарында жерлестеріміз бокстан алтынсы қайтпағаны баршаға мәлім. Бапкер Мырзағали Айтжанов бұл жолы Токио төрінде алтын бұйырмаса, алдағы байрақты бәсекелерде боксшыларымыз кеткен есені қайтарып, жақсы нәтиже көрсететініне сенім білдірді. Қазір жаңа көзқараспен, жаңа жүйелермен осы Олимпиададан кейін Қазақстан спорты сол жаңа жүйемен жұмыс істеп, осы келе жатқан Париж Олимпиадасына қайтадан бұрынғы қалпына келіп, жігіттеріміз, қыздарымыз биік тұғырдан көрініп, әнұранымыз талай рет шырқайды деген өз басым сенімдемін. Келесі 4 жылдықтың басты бәсекесі 2024 жылы Парижде 26 тамыз бен 14 қыркүйек аралығында өтетіні белгілі. Қазақ спортшылары үшін 33-ші Олимпиада ойындары жүлдеге толы сәтті маусым болатынына сенім білдіреміз.